Келіншек тауды көрдің бе? Келіншек тау туралы ел аузында сақталып қалған әдемі аңызды мұқым қазақ баласы біледі. Ол тау емес, қарғыс тиген келіншектің көші делінеді. Бұл тау жайындағы ертедегі аңызды ел іші былайша өрбітеді. Қаратау өңірінің мыңғырған малымен қоса, алтын күміске де бай, аса бір дәулетті адамы жалғыз қызын 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, ұзатып, мол жасауын дайындапты. Жасауымыз алтын шаңырақты, күміс уықты, аршыған жұмыртқадай ақ отау. Қазан ошақ, аяқ табақтың бәрі де алтын жалатқан күмістен болсын. Төсегімді пілдің сүйегінен жасатыңдар. Көрпе жастық шытырма шайы, сусыма жібектен болсын деп, қыз әкесі мен шешесіне салмақ салыпты. Содан қалыңдықтың жасауын 40 түйеге артып, шұбатылған салқар көш жолға дайындалыпты. Ауылдан біраз ұзаған көштің алдында келе жатқан әкесі тау ішінде аялдап, «Қалай қызым, жасауыңа көңілің тола ма?» деп сұрапты. Қызы: «Әке, бір нәрсені ұмытыпсыз. Маған берген жасауыңыздың ішінде ит аяғым алтыннан болмапты» дейді. Қызының бұл тойымсыз қылығына ашуланып, оның қанағатсыз дүние қоңыз пейілін түсінген әкесі қатты налып, қапаланып, алақанын теріс қарата жайып жіберіп: «О, Тәңірім, менің қанағатсыз қызымнан көңілім қалды. Қаратас боп қатып қал, көшті тас қыл, дүние тас болсын» деп қарғап, көздерінен жас саулап, құдіреті күшті Тәңірге шын ниетімен жалбарынады. Сол сәтте Құдайдың қаһары тиіп, бейшара жас қалыңдықтың жасауы тиелген бүкіл көш ұзақтан ұзаққа созылған күйі қара тасқа айналып, әкенің қарғысы тиіп қатып қалыпты. Содан бұл тау келіншек тау деп аталыпты. Керілген кербез келіншек тауды көріп, ол турасындағы керемет аңызға қаныққан қазақтың атақты ақыны Сырбай Мәуленов ерекше толқып, бір кезде келіншек тау деген өлең жазған екен. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.